Сәлеметсіз бе, Алтынай Райхан қызым? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Рахмет, бәрі жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз денсаулықтың кілтіне. Осыған орай эндокринология мамандығына қалай келдіңіз? Жалпы мен өзім осы журналистика мамандығында оқып жүрген соң, сізді естіген соң, өзім бір түрлі өзіме қызық болып кетті. Қалай эндокринолог маманы журналист атанды деген. Өзіңіз айта кетсеңіз. Жалпы медицинаға келуім бекер емес, себебі біздің жанұямызда да медицинамен байланысты адамдар бар. Оның ішінде айта кететін болсақ, менің әкем, ол Қарағанды медициналық университеті бітірген, санитарлық дәрігер, 40-45 жылдай жұмыс жасады. Туған ағам да дәрігер, педиатр, реаниматолог, нағашы жағынан да дәрігерлер өте көп. Сол себепті медицинада менің бір өмірімнің бөлшегі болды. Содан кейін медицинада оқып жүргенде, неге эндокринология, себебі соңғы курстарда менің әкеме қанты диабет деген диагноз қойған болатын. Соны емдеу мақсатында, соның қасында болып көмек көрсету мақсатында эндокринология таңдадым. Сонымен қоса, эндокринология ол өте қызық мамандық мен үшін, ең қызықты салалардың бірі медицинаның ішінде. Себебі гормондарды емдейді, гормондарды қалпына келтіретін сала. Гормондар ол көзге көрінбейтін болса да, жалпы ағзаға өте маңызды, бүкіл ағзаға әсер ететін бір өте үлкен сала болып табылады. Сол үшін эндокринология маған өте қызық болды. Және де эндокринологтар жалпы бет пішіне қарап, жалпы анализдерді қарамай-ақ көп жағдайда диагнозды қоя алады. Сол үшін де маған өте қызық болды. Ал журналистикаға келуім себебі медицинаны аяқтағаннан кейін Инстаграм желісінде, әлеуметтік желіде блог жүргізе бастадым. Енді сол ақпаратты пайдалы қылып, дұрыс адамдарға жеткізу мақсатында журналистика маған керек екенін көзім жетті. Сол үшін журналистикаға түстім. Енді осы біліммен адамдарға пайдалы боламын деген үміттемін. Керемет, жауабыңызға рахмет. Және де тағы бір сұрағым, жұмысыңызда ең жиі кездесетін мәселе қандай? Ең жиі қазіргі уақытта ол өкінішке қарай қанты диабет. Қанты диабет және де оған алып келетін семіздік. Сонымен қоса, қалқанша безінің аурулары да жиі кездеседі. Щитовидная железа, да? Иә, қалқанша без. Және де жастар қауымы өзінің гормоны бұзылған екенін қашан біле бастайды? Неше жасында, мысалы? Жалпы бала туғаннан бастап гормондарды қадағалау керек. Жалпы бала туған кезінде перзентханада скрининг өтіледі, яғни кішкентай нәрестелерге ТТГ деген гормонға, яғни қалқанша безінің гормонына анализ алынады. Егер де ол бір ауытқулар болса, бірден эндокринолог дәрігерге жібереді. Сол жерден басталады. Содан кейін өсу барысында ата-аналар көңіл бөлу керек. Баланың дамуына, баланың салмағына, бойына, жалпы дамуына, басқа балалар сияқты дамуы сондай ма, жоқ па сияқты міндетті түрде әр ай сайын, бір жасқа дейін әр ай сайын дәрігерге барып қаралуы қажет. Сонымен қоса мектеп алдында, мектеп барысында, яғни қадағалау керек, ата-аналардың мойнында әрине. Сол кезде егер де бала дұрыс өспесе, немесе дұрыс салмақ қоспаса, немесе салмақты көп қосатын болса, қысқа уақыт ішінде, мысалы, осының бәрі гормондардың бұзылысының көрінісі болып табылады. Сонымен қоса, егер де бала шаршап кететін болса тез, терінің құрғақ болуы сияқты, ісіну сияқты, іштің қатуы, яғни жалпы бүкіл ағза гормондарға тығыз байланысты. Ересек адамдар туралы айтатын болсақ, ол да ұйқышылдық, тез шаршау, терінің құрғауы, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыш болуы сияқты. Егер де қыздарды айтатын болсақ, ол етекір басталатын болса, менструалды циклдың бұзылысы сияқты симптомдар, ол бірден гормондық бұзылыс бар деген сөз. Мысалы, қалыпты жағдайда қыздарда бір айдың менструацияның бірінші айдағы бірінші күні және де екінші айдағы бірінші күннің арасы 21 мен 35 күннің арасы болу керек. Егер де бұл күндерден аз немесе бұл күндерден көп болса, ол міндетті түрде дәрігерге көріну керек деген сөз. Осы және де жалпы менструацияның өзі 3 күн мен 7 күннің арасы болу керек. Егер де ол күннен аз немесе де көп болса, ол да гормондық бұзылыс бар деген сөз.
Мысалы өзімді айтып кетсем, мысалы менде қалғанша без ауруы осы 2024 жылдан басталды, яғни ұбт-ға дайындық кезінде. Яғни осыған орай сізден сұрағым келгені, жасөспірімдер арасында көбінесе ұбт-ға дайындық кезінде, немесе стресс кезінде осы қалқанша без ауруы пайда болады, Жалпы стресс ол көптеген аурулардың триггері ретінде қарастырылады. Оның ішінде қалқанша безі де ауру, жаңағы стресс оның басталуына әсер етуі мүмкін. Сол себепті әрине бала егерде дұрыс оқу үлгерімі төмен болса, немесе төмендеп кетсе, ол да бір белгі, яғни ата-аналарға назар аудару керек, қалқанша безін тексеру керек, және де көп жағдайда қазіргі уақытта ферритин, яғни темірдің жетіспеушілігі де осыған алып келуі мүмкін, және де ең жиі кездесетін себептердің бірі осылар. Осыған орай біздің аудиториямыз олар жастар, көбінесе студенттер болғандықтан, оларға берер ең өзіңіздің жеке кеңестеріңіз қандай? Ең бастысы гормондық бұзылысына алып келетін ол әрине стресс. Сіз жаңағы айтып кеткендей стресстен аулақ болу керек барынша, және де дұрыс ұйықтау керек. Ұйқы өте маңызды гормондар үшін. Дұрыс ұйқы дегеніміз ол 11-10-ға дейін жату, 8 сағаттық ұйқы. Ұйықтар алдында 1 сағат алдын барлық экрандық уақытты алып тастау, яғни экрандық дегеніміз ол телефон, телевизор, планшет бәрін 1 сағат алдын алып тастау. Қараңғы бөлмеде ұйықтау, яғни мелатонин деген гормон бөліну үшін міндетті түрде қараңғы бөлме болу керек. Ұйқының сапалы болу үшін қараңғы бөлмеде ұйықтау керек. Осы және де дұрыс тамақтану, рационалды тамақтану, гарвардтық тарелке ережесі деген бар, сол арқылы тамақтануға болады. Физикалық жүктеме, күніге 30 минут, кемінде 30 минутта физикалық жүктеме болу керек, таза ауада серуендеу. Осы ең арзан гормондарды қалпында келтіру әдістері. Керемет, нағыз эндокринология саласының нағыз маманы екені көрініп тұр. Осыған орай, өзіңіз айта кетсеңіз, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, гарвардтық тарелке, ол не? Гарвардтық тарелке ережесі, немесе дұрыс тамақтану тарелкесі деп аталады. Ол үшін таңғы асқа, обед уақытысында және де кешкі асқа тарелкеңізді аласыз. Қалыпты жағдайда ол 22-24 диаметр көлемінде, яғни біздің кәдімгі күнделікті тамақ ішетін тарелканың көлемі. Оның жарттан бір бөлігі, яғни 2-ден 1 бөлігі толығымен көкөністермен толы болу керек. Оларға мысалы огурцы, помидоры дейміз, капуста, қазіргі уақытта капустаның түрлері бар, брокколи, цветная, пекинская сияқты осының бәрі тарелканың жартысы, яғни сонымен болу керек толы. 4-тен 1 бөлігі ақуыздарға жататын ет, балық, тауықтың еті, жұмыртқа, сыр сияқты, ірімшік, осының бәрі ақуыздарға жатады, және де қалған 4 бөлігі ол көмірсулар. Көмірсулар дегенде баяу сіңірілетін және де тез сіңірілетін көмірсулар бар. Оның ішінде баяу сіңірілетін көмірсулар керек. Оларға біздің күнделікті ол мысалы гречка сияқты, рис, күріш, сосын булгур сияқты крупаларды салуға болады. Осылай күніне 3 рет тамақтансаңыз дұрыс болады. Яғни ол дұрыс тамақтануға жатады. Және де ол адамды қатты шектемейді, яғни диетаға отырғызбайды, қатаң емес. Диета жалпы қатаң болуы дұрыс емес. Диета ол біздің 1 аптаға емес, 1 айға емес, 1 жылға емес, толық өмір бойы ұстай алатын диета болу керек. Мысалы, осы гарвардтық тарелка оған сай келеді. Рахмет жауабыңызға. Ұйқы мен гормондардың арасындағы байланысы қандай? Өзіме сол сұрақ қызық болып тұр. Ұйқы мен гормондардың байланысы өте тығыз, өте маңызды байланыс. Ұйқының сапасы гормондарға тікелей әсер етеді. Жаңа айтып кеткендей, уақытында ұйықтау өте маңызды, себебі 11-ден кейін 11 мен 2 арасында бізде соматотропты гормон деген бөлінеді. Ол өсу гормоны деп аталады. Ол көбінесе осы уақытта ғана терең ұйқы кезінде бөлінеді. Өсу гормоны тек қана өсу үшін емес, әрине балаларға ол өте маңызды, бойының дұрыс өсу үшін, бірақ ересек адамдар үшін де ол өте маңызды. Мысалы, ол сүйектің берік болуы, бұлшық еттердің берік болуы, жасушалардың жаңаруына, тіпті майдың ыдырауына да әсер етеді. Егер де біз уақытында ұйықтамасақ,
тіпті ол семіздікке де алып келуі мүмкін. Себебі ұйықтамасақ та грилин деген гормон бөлінеді, яғни кортизол деген ол стресстік гормондар. Ол да майдың жиналуына әсер етеді. Грилин мысалы ол аштық гормоны деп аталады. Біз ашпыз деген сигнал береді миға, содан біздің қарнымыз ашады, біз тамақ жей береміз, содан инсулин жоғарылайды, инсулиндік резистенттілік дамиды. Ол өз кезегінде қанты диабетке де алып келуі мүмкін. Иә, дұрыс айтасыз. Осы мен яғни ауруханаларға барған кезде немесе ата-анаммен сөйлескенде, мен ата-анам жалпы орта буын ересектер деп айтуға болады, 60-тан асқан кісілер, және де солармен сөйлескенде олар маған айтады, бұрында қалғанша без ауруы ол тек ересектерде болатын деген. Ал жастар арасында қалғанша без ауруымен ешкім ауырмайтын. Осыған орай өз ойыңызды айта кетсеңіз. Енді бұл жерде диагностика туралы айтып кету керек. Яғни диагностиканың сапасы қазіргі уақытта жоғары. Ол заман талабына. Иә, оны да айтып кетсек болады. Мысалы, көп жағдайда біздің ата-аналарымыз, ата-әжелеріміздің айтуы бойынша қанты диабет болмады деп айтады. Бірақ шынында ол болған ауру. Бірақ қазіргі уақытта скрининг деген бар. Скринингтерге шақырады, профилактикалық жұмыстарды атқарады, және де диагностика уақытылы жүргізіледі. Және де диагностиканың аппараттары, лабораториялық құралдар біздің сапасы қазіргі уақытта өте жоғары, және де ерте сатысында осы ауруды анықтауға мүмкіндігі бар. Сол себептен де қазіргі уақытта бұл аурулар жиілігі жоғарылаған деп ойлаймын. Және де қандай әдеттер гормонды ең көп бұзады жасөспірімдер арасында? Жастар арасында, немесе студенттер арасында жалпы? Әдеттер туралы айтатын болсақ, ол ұйқы, жаңа айтып кеткендей, дұрыс уақытында ұйықтау керек, дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтанбасақ, яғни тез ыдырайтын көмірсуларды көп жесек, оның ішінде қантқа бай тағамдар, сонымен қоса тәтті сусындарды, газдалған сусындарды көп ішсе, ол да гормондардың бұзылуына, гормондардың бұзылуына дегенде семіздікке алып келеді. Ол өз кезегінде ол да бір ауру. Семіздік ол да бір ауру. Оның салдарынан басқа да аурулар пайда болады. Қанты диабет, артериалдық гипертензия, буындардың ауруы сияқты осының кесірінен пайда болады. Сонымен қоса уақытында дәрігерлерге бару, яғни профилактикалық жұмыстарды жүргізу, скринингтерден уақытында өту, вакцинация алу сияқты, яғни дұрыс салауатты өмір салты жалпы. Соны ұстану, ол әрине барлық аурулардың алдын алу ретінде қарастырылады. Рахмет. Жалпы TikTokта біз осы гормондар туралы айтатын кеңестерді көп бақылаймыз, иә? Оны сырттай білетін эндокринолог мамандар біледі. Осыған орай гормондық лайфхактарға көзқарасыңыз қандай? TikTokқа жалпы скроллинг кезінде осыған сенуге болады ма, гормон туралы айтқанда? Немесе әдейі ауруханаға барып ол туралы білу керек па? Жалпы журналистикаға келудің себебі де осы болды. Бір себептердің бірі, себебі Инстаграмды ашсаң, әлеуметтік желілерді ашқан кезінде ақ халатты адамдар отырады да, өзін ойлаған айта береді. Өкінішке қарай, ол еш қалайда тексерістен өтпейді. Сол себепті кез келген адам өз ойын осылай айта алады. Бірақ ол дұрыс па, дұрыс емес па, оны міндетті түрде тексеру керек. Не факт-чекингтен өткізу керек, иә. Біреуі көп жағдайда әрине оның ішінде дұрыс айтатын да адамдар бар, дұрыс емес те айтатындар бар. Сол себепті оны арнайы бәрін мұқият тыңдап тексеру керек. Яғни барлық айтылған дұрыс деген шешімге келмеу керек. Мысалы, қазіргі уақытта көп жағдайда БАДтар деген бар, яғни биологиялық активті заттар. Оларды көптеген адамдар жарнамалайды, TikTokта болсын, әлеуметтік желілерде. Ол да дұрыс емес деп ойлаймын, себебі биологиялық активті заттар көп жағдайда ол эффективті емес болады, және де көп жағдайда ол жай ғана ақша табудың амалы. Осыны дұрыстап түсіну керек, және де егер де бір шағымдар болса, әрине TikTokқа сенудің қажеті жоқ. Жай ғана тыңдауға болады. Оның ішінде де дәрігерлер бар, оның ішінде де дәлелді медицинаға сүйенген, дәлелді медицинаны кеңейтіп, яғни барлық адамдарға жеткізетін адамдар бар. Бірақ оған толығымен сенуге болмайды. Міндетті түрде әрине медициналық көмекке жүгіну үшін дәрігерлерге бару керек.
кеше сіздің номеріңізді іздеу барысында сіздің Инстаграм парақшаңызды қарап қалып едім. Сол кезде өзіңіз блог жүргізеді екенсіз, иә? Осы блог жүргізу кезеңіне қалай өттіңіз? Оған не түрткі болды келуге? Оған түрткі болғаны, мен жұмысқа шыққан кезінде, медициналық университет бітіргеннен кейін, күніне бір 20-25 шақты науқастар келеді. Ол кезде көп адамдардың сұрақтары бір. Мен күнделікті осы сұрақтарға жауап беремін, бәріне айтамын, бірақ бәрібір де сол сұрақтармен келетін адамдар болады. Бәрібір сол күнде 1-2 адам болады. Сол себепті осы сұрақтарға жауап ретінде қолжетімді болу үшін, яғни кезекке тұрмай, уақытыны іздемей, жай ғана менің парақшама кіріп, осы сұрақтың жауабы бар ма деп қарайтын көмек ретінде болса деген ниетпен осы парақшаны бастадым. Яғни осы кезекте журналистика мамандығының яғни саласы, иә, журналистика саласының маманы ретінде танылудың бірде-бір себебі болды деп айта кетсеңіз, иә? Иә, сол кезде маған журналистиканың білімі қажет екенін түсіндім. Рахмет. Күнделікті өмірде гормонды сақтау үшін 3 маңызды кеңесіңіз айта кетсеңіз. 11-ге дейін жату, ұйықтау, 8 сағаттық ұйқы, физикалық жүктеме, дұрыс тамақтану. Осы 3 негізгі кеңес. Және ең қызығы, сіздің практика барысында қандай қызықты оқиғалар болды? Бірнеше оқиғаңызды айта кетсеңіз. Яғни есте қалған әлі күнге дейін. Эндокринология саласы жалпы өте қызықты сала. Ол жерде тек қана қанты диабет, қалқанша безі ғана емес, басқа да ауруларды біз емдейміз, қадағалаймыз. Мысалы, гипофиз, гипоталамустағы аурулар, бүйрек үсті безіндегі ақаулар болса, ол да біздің саламызға жатады. Мысалы, сирек кездесетін, бірақ есте қаларлық жағдай, ол акромегалиямен келген науқас. Акромегалия ол өсу гормонының шамадан тыс бөлінуі. Ол кезде адамдардың саусақтары, қолдары, мұрыны, яғни барлық мүшелері өседі. Үлкен кісі болды, 40-тан асқан, бірақ уақыт өте келе өзінің сақинасы кішкентай болып қалды, аяқ киімі кішкентай болды, яғни мәселе неде екенін көп уақыт бойы түсінбеді. Сосын эндокринологқа келген кезінде акромегалия деген ауру диагностикаланды. Яғни бұл жерде тек қана сыртқы мүшелер ғана емес, сонымен қатар ішкі мүшелер де дамиды, үлкейеді. Сол себепті үлкен асқынулар болуы мүмкін, яғни қиын асқынулар болады. Оны уақытында емдеп, уақытында осы процесті тоқтату керек. Онымен айналысатын эндокринолог. Осы және де қанты емес диабет деген ауру бар. Ол жерде қанты емес деген деп аталудың себебі жалпы симптомдар барлығы қант диабеті сияқты, яғни ауыздың құрғауы, шөлдеу, кіші дәреттің жиіленуі сияқты симптомдар болады, бірақ қандағы қанттың мөлшері қалыпты болады. Ол кезде ол ұйқы безіне байланысты емес, ол басқа гормонға байланысты, яғни гипофизда бөлінетін гормон, вазопрессин деген гормонның өндірілуінің бұзылуына байланысты. Осы яғни сирек кездесетін аурулармен келетін науқастар әрине есімде қалады. Осы аурулармен ауыратын науқастар жылдан жылға өзгеретіне көзіңіз жетеді ме? Өзгеретіне қалай? Саны бойынша ма, әлде жалпы жағдай бойынша? Жағдай бойынша. Науқастың жағдайы бойынша. Иә, әрине, егер де уақытында анықталса, онда жақсы динамиканы көреміз. Бәрі уақытында болу керек. Яғни оны асқындырмай. Бізде көп жағдайда қатты қиындағанда ғана дәрігерге барады. Ол дұрыс емес. Алдын ала ертерек барса, алдын ала бұл профилактикалық жұмыстар, немесе диагностикалық жұмыстар ерте уақытында басталса, онда әрине оның емінің сапасы да жақсы болады. Көптеген адамдар күнделікті стресс пен депрессияға қазіргі таңда қалада тұрғандықтан үйреніп кеткен, иә. Осыған байланысты студенттер және үлкен қалаларда тұратын студенттер де стресске батады. Бұл жалпы жақсы ма, әлде осыған орай өз ойыңыз қандай? Жаман ба? Немесе себебі мен қазір естимін, осы студенттер арасында мен қалғанша безбен ауырамын, бірақ мен ешқандай дәрі ішпеймін деп айтады.
ол маған керегі жоқ, бәрібір де дәрі ішсем де дәрі ішпесем де ешқандай бір пайдасы тимейді деп айтады. Мен оған біртүрлі қараймын, себебі әрине қалқанша без ол өмір бойы жазылмайды, бірақ дәрінің көмегімен оны емдеуге болады. Себебі егер дәрі ішпесең, организм өзі жей бастайды деп естіген болатынмын. Мгм. Қалқанша ауру туралы айтатын болсақ, көп жағдайда жиілігі бойынша көп кездесетін ол гипотиреоз, аутоиммунды тиреоидит деп аталады. Аутоиммунды тиреоидит дегеніміз ол біздің иммундық жүйе біздің қалқанша безімізге қарсы әсер етеді. Яғни қалқанша безінің тіндерін басқа тін ретінде қарастырады да, оған қарсы әсер етеді. Соған байланысты қалқанша безінің гормондары төмендейді. Қалқанша безі біздің батарейкамыз сияқты. Егер де ол қалыпты болса, біздің де энергиямыз болады. Егер де қалқанша безінің гормондары аз болса, онда біздің батарейкамыз отырып қалған сияқты боламыз. Яғни әлсіздік, ұйқышылдық болады. Сол себепті әрине орын басушы терапия ретінде ол жерде бір дәрі беріледі, және де барлық жаңағы болған шағымдар кетеді. Орын басушы терапия. Егер де әрине бұл жерде міндетті түрде дәрігер қадағалау керек. Дозировканы дұрыс қадағалау керек. Дозировка дұрыс болса, әрине бәрі орнына келеді. Дәрі ішпеу және де ішудің арасындағы айырмашылықты сезеді адам, егер де бәрі дұрыс тағайындалса. Сол себепті міндетті түрде дәрігердің тағайындауын жасау керек. Егер де дәрігер айттым, 3 айдан кейін келіп анализ тапсыру керек. Яғни 3 айдан кейін келіп анализ тапсыру керек. Оны игнордау жасау керек емес. Міндетті түрде бұл сіздің ағзаңыз, сіздің денсаулығыңыз, соны адам түсіну керек. Ол тек қана дәрігерге қажет емес, ол біріншіден адамның өзіне керек. Яғни дұрыс, сапалы өмір сүру үшін. Рахмет үлкен. Өте жақсы кеңестер айтады екенсіз. Осыған байланысты өзіңіз айта кетсеңіз, адамдар мысалы сізге келеді ме мынандай мәселемен, менде депрессия, бірақ мен ойламаймын, менде гормонмен бір мәселелер бар деп. Осы жағдаймен сізге адамдар жиі келеді ме? Болады. Біз өз тарапымыздан міндетті түрде барлық гормондарды тексерістен өткіземіз. Егер де ешқандай ақаулықтар болмаса, бәрі қалыпты болса, міндетті түрде бұндай адамдарға психотерапевтке кеңес береміз. Психотерапевтке жолдама береміз. Оны да дұрыс түсіну керек. Қазіргі уақытта ол өте қажетті нәрсе. Ол да дәрігер, ол да көмек көрсететін адам. Сол үшін, егер де дәрігер сізге осы адамға бару керек деп кеңес берсе, міндетті түрде оны орындау керек деп ойлаймын. Себебі депрессиядан адам өзі шығу өте қиын. Сол себепті міндетті түрде көмек керек болса, сол көмекке жүгіну қажет. Өзіңіздің денсаулығыңызға қалай күтесіз? Денсаулығыңызға? Мен өз денсаулығыма қатты мән беремін. Себебі мен түсінемін, бұл менің денсаулығым. Мен ертең өзіме сау болуым керек. Мен үшін, менің балаларым үшін, менің жақындарым үшін. Сол себепті мен өз денсаулығыма үлкен жауапкершілікпен қараймын. Әрине ол дұрыс ұйқы. Жаңа айтып кеткенде барлық кеңестерді мен де өзім қолдауға тырысамын, орындауға тырысамын. Сонымен қоса менің де эндокринді жүйе бойынша ақауым бар десек те болады. Дәрілерді қабылдаймын уақытылы анализдерді тапсырып, міндетті түрде барлық скринингтерден өтіп, керек вакцинацияларымды алып отырамын, және де балаларыма да вакцина қойғызамын. Оны да міндетті түрде қолдаймын. Керемет. Өзіңізге 18 жастағы Алтынайға не кеңес берер едіңіз? Оқы және оқы. Неге адам өз денсаулығына күту ол өте маңызды қазіргі таңда? Неге маңызды? Себебі ол өмірді сүю керек. Өмірді сүйсеңіз, ол міндетті түрде денсаулыққа байланысты. Ары қарай өмір сүргіңіз келсе, ертеңгі күнді ойласаңыз, туыстарыңызды, жақындарыңызды, өз денсаулығыңызды ойлау керек. Әрине ол енді әр адам түсіну керек. Өз денсаулығы өз қолыңда. Бұл денсаулыққа жауапкершілікпен қарау керек. Себебі денсаулықтың сапасы ертеңгі күнге байланысты. Яғни ертеңгі күн денсаулыққа байланысты. Ең бірінші байлық денсаулық демекші. Сол себепті денсаулыққа көп көңіл аудару керек. Керемет.
сіз сұрақтарға тез жауап береді екенсіз. Менің сұрақтарым бітіп қалды. Алтынай Райханқызы, бүгін біздің подкастымызға келгеніңізге өте рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Мені қолдап, мен бірінші курс оқығандықтан, мені яғни сөзімді жерге тастамай келгеніңізге үлкен рахмет. Мен ойымша, және де мен сенемін, сіз болашақта осы эндокринология саласының және де журналистика саласының бетке ұстар азаматтарының бірі болатыныңызға, сізге ары қарай үлкен белестерге жетуіңізді тілеймін. Тек сәттілік сізге. Жақсы, рахмет Мейрам, сізге де сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Шақырғандарыңызға көп рахмет.